саламатсыз ба әже? Көрсөк айтыңыз бен. Жақсы бол, өміресің жақсы болсын. Көңілі бол, жақсы бол. Өміресің жақсы болсын. Ертең айтқа, ана есе жете беріңдер көкелеріңізге. Сабағыңды жақсы оқы. Ғылыми жоба бойынша Мағжан Жұмабаевтың әже өлеңі бойынша сұхбат алғым келеді. Қояр сұрақтарым бар. Ең алдымен өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Рахмет айналайын. Көбіресе менің атым Алжан, әкем Атхалым. Өзім 1950 жылы туғанмын. 15 апрельде. Біздер енді бәлен жыл жұмыс істедім мына Мейірбек больницада техник болып. Содан пенсияға шықтым. Әже, алдыңызда тұрған бұл не? Бұл ұршық қой айналайын. Мен қол ұршықты көрмедім. Бұл қандай ұршық? Бұл аяқ ұршық деп айтатын аяқ ұршық деп былай етіп жүреміз депті. Сосын балаларға шоки, анадай хилетке, сондайлар тоқи. Иірілген жіптен не жасадыңыз? Айналайын, мен иірілген жіптен анандай хилеттілер тоқыдым балаларына. Носки тоқыдым, носкилер шоки дейді болсын. Анандай хилетті тоқыдым, анандай ыстардың астына төсейтін төсеншілер тоқыдым. Бұл иірілген жіпті көбіне сондай нелерге пайдаға асырды ғой ерте заманда. Қазіргі заманда енді неше түрлі өзі бар ғой киімдер. Одан қызығушылық азайып кетті ғой. Былай күнде осылай балаларына, немерелеріме, қыздарыма үйретіп, көрсетіп, кигізіп жүрдім. Әже, тоқымада тағы не тоқылады? Иірілген жіптен айналайын, аласа деген тоқылады, жерге төсеніш. Бүгінде сұраныс көп болды, тоқыда. Ол төсенішіне неше түрлі болады. 100 теру деген болады, қақпасы алаша болады, қошқар мүйізі алаша болады, 8 жапырақты тоқыдық біздер. Ол бетін өрмекте өліп тұру үшін мынаның жібіне барамыз. Ол жіптің екі түрлі жіп бояймыз. Қызыл болсын, қара болсын, ақ болсын, көк болсын. Сосын 4-5 келіншекті шақырып, әлгі домалақтарымызды бүйтіп 3 қазық қағып, қылыш деген болады, адырға деген болады, соларды қағып қойып, жүгіртеміз жіпті бүйтіп, жүгіртіп барып, сосын кері өрмеге кетіп сосын құрамыз, сосын қылыштарын салып, адасын салып, кәдімгі бүйтіп отырып тоқимыз жерге. Соны апарып жерге үйімізге төсеншек жайып жүрдік бүгінде. Қазіргі күнде сұраныс жоқ оған. Енді тек осылай өзіміздің өнеріміздің арасында балаларымызға үйретіп, немерелерімізге үйретіп отырамыз. Мынау алдында тұрған кішкене төсеншін тұр. Есіктің алдына бүйтіп үгіттеп тоқып, әдеміліктермен бүйтіп тоқып төсейміз. Мынау деген мынау бір қармақтан тоқимыз мынаны. Мынаны ыдыстардың астына төсейміз, итабақтың астына, шайнектеріміздің астына, кастрюльдеріміздің астына күніңгілер жабысып қалмас үшін осылай төсейміз. Мұны бір күлшекпен бүйтіп тоқылады, күлшекке қармақ болуы. Өсімде де бар тоқығанда. Әр түрлі жіптен тоқисың. Бұнда бояу тоқуға болады. Неше түрлі өрнек салуға болады, 8 жапырақ салуға болады. Гүлдер салып тоқуға болады. Ол өнердің сондай өнерлері бар. Киіп тұрсам үйретемін. Әже, мына киімдерді кімге тоқтыңыз? Немерелеріме тоқтым айналайын. Немерелерім бар. Немерелерім өскен шөберелерім бар. Немере демекші әже, немерелердің тәрбиесіне қалай салысып жатсыз? Немерем бір немерем Жасқанат деген немерем үйленді. Одан шөберем бар. Ол мал доктор болып істейді ауылда. Енді шөберем тәрбиесіне қатысып жатырмын. Енді балабақшасына ұйымдастырған нелеріне де барып қатысамын көрермендерге. Қолымнан келгенше өнерімді көрсетіп, балаларды тәрбиелеуге біздер енді атсалысамыз ғой, аналар қай күнде де әжелер. Соны мынандай нәскилер тоқып, шұлықтар тоқып кигіземін немерелеріме, шөберелеріме. Әже, сол немере шөберелеріңізге ертегі бесік жырын айтып бердіңіз? Немере шөберелеріме ертегілер айттым ғой. Ерте ешкі сөзін көрсетті деп басталады ғой ертегілер баяғы заманда. Алпамыс батыр ерте өстіп деген бұрынғы ертегілерді айтатын едім. Немерелерім сол өздері батырлыққа, отанның алдындағы қайсарлыққа үйреніп, отан алдында боштан өтеп жүр балалар, немерелерім. Шөберелерім де соған қызығады, мына өнерге келеді, көреді. Бесіктерімді енді айттық күнде. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, ата жолын қудың ба, әке жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судыңда, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судыңда деп өлеңді айттық қой күнде қарап. Қазір қатты айттық. Әже, үстіңіздегі ұлттық киім екенін көріп отырмын. Бұны күнде киіп жүресіз ба? Айналайын, бұл дейтін ата салтымыздағы берілген ұлттық киім болғанда да мына кимешек дейді. Кимешекті мына тамақтың астын жауып тұру үшін, үлкен кісілерге солай нетілген ғой, әдеттілік үшін. Сосын бұны мерекелерде көбіне киеміз, үйдің ішінде де киеміз, өзіміздің ұлттық киіміміз ғой. Негізі бұны киген әдемі өзімізге жарасады. Әже, қазіргі жастарға қандай кеңес бересіз? Қазіргі жастарға енді мына осы күнде табиғи неден жүннен тоқылған малдың жүннен, түйенің жүннен де тоқылады, ешкінің жүннен, ұршық арқада иіріп, қойдың жүннен де тоқылады. Бұлар әрі жылы, әрі денеге кері әсер етпейтін материалдар ғой. Бұл енді қалып тұрады өзінде синтетика, жұқа нелерді киіп, салқын тиіп балаларға, кейде аурушаң болады. Қолдан тоқылған, жүннен тоқылған нәскилерін киіп, жилеткелерді киіп жүрсе, бұл денесіне жақсы әсер етеді, және бұл әртүрлі аурудан қорғайды малдың жүндері. Баяғы өтіміз атам заманнан айтқан деймін ғой, өсіңгі балалар шапшаң ауырғысы келеді. Сондықтан осыны ескіріп қолданыстан қалып жатқан материалдарды өздері қайтадан жаңғыртып жастар өздерінің игіліктеріне пайдаланса, бұл да жақсы өнер, жақсы деп кеңес берер едім жастарға, қолданса деп өздері материалдарды. Жастарға үлгі болатындай көптеген кеңестер алдым. Сұхбатыңызға рахмет, аман отырыңыз. Рахмет қызым айналайын. Көп жаса, қуыс үйден құр кетпесек, саған көже алып келейін, көженің ауыз тиіп кет. Көп рахмет. Рахмет. Әже, көжеңіз өте дәмді екен. Көжені күнделікті дайындайсыз ба? Рахмет қызым, ас сусын күнде дайындаймыз күнде. Бұл сусын деген адамға қуат береді. Енді сусында жазда көбіне айран, сейдан сауып айран жасаймыз, жер сауып шұбат жасаймыз, бие сауып қымыз жасаймыз. Бұл сусындар адам арасына қуат береді, жақсы әсер етеді ғой. Енді өсімге жастар деген газовый сусындар ішіп, оларға дене салықтарына
Hem de sonuçtan olsa ayaktashib yurgan şeylerge faydalı. Aman yerinde olsa ayaktashib yurgan aynalaylar.